қайырлы күн. Бүгін міне бізде қуанышты жаңалық болып жатыр ғой. Жаңада өзіңіздің тілегіңізді білдіріп жатырсыз, айтып жатырсыз, иә. Кейіпкерлерде сұрақ болып жатыр, неге бауырлары келмейді деп айтып жатыр да. Енді өзіңіз не ойлайсыз осы мәселеге байланысты? Жалпы бұл бар ғой, тырнақтың астынан кір іздеу ғой, отырып алып. Жаңағы айттым ғой, өзімен айтып келедім ғой, адам өзі немен қанық болса, соны ғана көреді деп. Негатив көп та бұл жаңағы кейіпкерлерде. Сөйтіп тек қана негативті көре береді. Өмір деген керемет, өмір тамаша деп, әр нәрседен керемет, жақсы, жағымды нәрселерді көруге тырысу керек қой. Үйтіп тырнақтың астынан кір іздейтін адам ол міндетті түрде табады ол кірді. Сіз өзіңіз білуімше мұғалімсіз, иә? Иә. Студенттеріңіз бар. Иә. Психологсыз, қателеспесем. Жоқ, психолог емеспін, енді бірақ педагог жартылай психолог қой енді, иә. Өйткені бәріміз де байқаймыз, мұнда бүткіл жаңағы кейіпкерлерге қатысты өзіңіздің ойыңызды әсіресе психологиялық тұрғыдан айтып отырасыз. Рахмет. Өзім жалпы жаңағы өзімді дамыту, психологиялық өзімді зерттеу деген мәселелермен де айналысқам былай. Бірақ енді кәсіби психологпын деп айта алмаймын. Десек те педагогтың бәрі психолог. Дұрыс айтасыз. Олар қанша мінез, қаншама оқушы алдарынан өтеді. Енді өзіңіздің мәселеңізге қатысты сұрағым келіп отыр. Жалпы эфирге шыққаннан кейін сізге Қуаныш өзі хабарласты ма? Қуаныш хабарласқан жоқ, бірақ мен кешелі бері құрбым хабарласты. Және де өзі хабарласты. Мен соған қуанышты болып отырмын, бірақ Қуаныш ешқалай хабарласқан жоқ. Білуімше сіз құрбыңызбен де татуласқым келеді деп. Иә, біз жаңағы жол апатынан кейін екеуміздің арамызда кикілжіңдер пайда болып араласпай кеткен болатынбыз. Бір-бірімізді қара тізімге тығып деген сияқты. Енді қазір осындай жақсы жаңалықтар елең алып жатыр өмірімде. Құрбыңыз не айтты сізге нақты? Біз жалпы жаңағы бірден екі күн ғана қауышпай қалған адамдар сияқты екеуміз сөйлесімізді жалғастырып кете бердік. Сол үшін де мен қуаныштымын. Жағдайымды сұрады, және де қай жақтан білдің деп едім. Ол бағдарламаны туыстары көріпті, туыстары сілтеме жіберген, және де солай хабардар болдым деп өзінің жайын айтты. Осындағы біздің редакторларға хабарласқан, иә, демек? Сол арқылы сізді тапқан ғой? Жоқ, өзі хабарласпаған әлі. Тек маған хабарласты бірінші. Тек сізге хабарласты. Ол кісінің қазір отбасы бар ма? Иә, отбасылы, иә, құрбым отбасылы. Кездестіңіз ба онымен? Баласы. Кездеспедіңіз бе әлі? Жоқ, бүгін ғана сөйлестім. Сөйтіп кездесейік деп өз ұсыныс айтты, иә. Қай қалада олар? Алматы қаласында, иә, сыртында кішкене. Демек, кездесетін жоспарыңыз бар бұйыртса? Иә, жоспарым бар. Енді құрбыңызды біраз уақыттан бері араласпай кеттіңіз, көрмей кеттіңіз, жаңағы мүлдем сөйлеспей кеттік деп жатырсыз. Осы уақытқа дейін ойыңызда жүрген бір сұрағыңыз бар шығар, немесе айтарыңыз бар шығар. Не айтар едіңіз құрбыңызды бірінші көрген кезде? Бірінші көрген кезде не айтар едім? Жалпы мен өмірде ешкімге ренішім жоқ. Мен сондай позицияны ұстанамын. Солай болу керек болды және болды деп ешкімге өкінбеуге тырысамын. Себебі өкіну, уайым, қайғы деген ол депрессия, стресс деген ол өте күнә болып саналады. Ол жаңағы былай діни тұрғыдан айтқанда, енді дінді қозғамауымыз керек, солай әйтсе де жаңағы жүрекке шайтан үймелеген кезде ғана сондай ойларға адам барады екен. Мен ондай ойларға өзімді алшақ ұстауға тырысамын. Және де ешкімге ешқандай ренішім жоқ. Мен кешіремін, барлығын кешіруге дайынмын. Сондай-ақ бұл іске құрбыңыздың ешқандай қатысы жоқ қой? Құрбымның, иә, негізіне ешқандай қатысы жоқ, және де ол еш кінәсі жоқ. Мүмкін жаңағы бір екі оттың ортасына қалып, отбасындағы ата-аналарынан қысымға түсті ме білмейміз ғой енді жағдайды. Енді өмірде барлығы болады, Назерке. Құрбыңыздан Қуаныш жайлы сұрадыңыз ба? Сол кісінің інісі деп едіңіз, иә, қателеспесем? Жоқ, інісі емес, олар отбасылы достары. Сұрамадым, өйткені біз тек WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы сөйлестік. Сөйтіп ол маған қоңырау шалатын болды біраз уақыттан кейін, бірақ шала алмай қалды бір себептермен. Сөйтіп тек қана бір-екі хабарламамен алмастық, бірақ ашылып сөйлескен жоқпыз әлі. Негізі сұрайсыз ба одан? Сұрайтын ойыңыз бар ма? Сұраймын, иә, егер де ол хабардар болса. Бізге әлеуметтік желідегі парақшамызға жазған адамдар бар еді Қуаныш жайлы. Ол қазір алаяқ, адамдардан ақша алып,
оларды лақтырып кетеді деп айтып жатыр. Осы жөнінде білуші ме мен едіңіз? осындай әңгімені естігемін, бірақ көзіңмен көріп қолыңмен ұстамағансың, оған ондай нәрсеге жүрегің сендірме деген сөз бар ғой. Мен ондайды тікелей эфирде өйтіп оған қара жауап айтқым келген жоқ, жала жауап. Бірақ мен естігемін, жалған құжаттарды рәсімдеумен айналысады, мысалы жаңағы жол жүргізу құжатын дайындайды, жаңағы ресми емес деп естігемін. Алаяқтыққа жақын бізге де солай деп сондай естідім, бірақ ақпарат келген болатын. Мгм. Жалпы өзіңіз сенесіз ба негізі? Сенбегенде сондай ой болды ма сізде? Ол кісімен енді араласпағансыз ғой сіз бұрындары шы? Иә. Тек сол Иә, жағдай бірінші рет болған көріп кезде тұрған ғана. кезім сол тойда. Ойыңызда не қалыптасып еді сол кезде? Негізі енді есіңізге Ол түсіре жігіт алсаңыз. туралы ма? Тек бір жаңағы бір кішкене жеңілтектеу сияқты болып көрінді маған былай. Тек қана сондай ой қалыптасты. Мен тіпті оны бүйтіп тереңнен ойлайтындай ондай объект болған жоқ маған ол кезде. Енді көпшілік Диареи, особенно на фоне приема антибиотиков. В такой ситуации